Сәлем достар, бүгін сіздерге бала күнімізден сүйіп жейтін осындай творожный сыроктың жасалу жолын көрсететін боламын. Іші сондай нәзік, ал шоколады жақсы темперировать етілген. Барлық керекті ингредиенттер төменде көрсетілген. Бізге ең алдымен сапалы творог қажет, орташа құрғақтықта, содан кейін осындай форма беру үшін силикон қажет, және де сгущенка қажет болады. Ол міндетті түрде емес, менде үйде қалғандықтан пайдаланып жатырмын. Содан кейін қантты емес, оның орнына қант ұнтағын пайдаланғаныңыз дұрыс. Осындай жақсы сапалы майыңызды бөлме температурасындағы творогымызға салатын боламыз. Оның үстіне 2-3 қасық сгущенкамызды салатын боламыз. Достар, жоғарыда айтыла кеткендей, сгущенка салу міндетті емес. Жай тәттірек болуын қаласаңыз, 2-3 қасық салсаңыз жеткілікті. Содан кейін керекті мөлшердегі сахарный пудра, яғни қант ұнтағымызды салып, жақсылап блендердің көмегімен араластыратын боламыз. Міндетті түрде блендердің көмегін пайдаланыңыз, себебі осы қоспа, яғни творогыңыз жақсы біркелкі қоймалжың массаға айналуы қажет. Ешқандай түйіршіктері болмауы қажет. Барлығы біркелкі массаға айналғанша блендердің көмегімен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Орта жағында тоқтатып, осылай қасықтың көмегімен шет жақтарын ортасына қойып, тағы жақсылап араластырып алғаныңыз жөн. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қоймалжың біркелкі әдемі масса дайын болды. Менде 400 грамм болғандықтан, осы тек қана форманың 4 орнын ғана толтырады. Қасықтың көмегімен барлық форманың ішін толтырып салып шығатын боламыз. Мінекей, 4 дана ұяшығымды толтырдым. Енді беткі жағын осылайша тегістеп шыққаныңыз дұрыс. Содан кейін 1-1,5 сағат көлеміне мұздатқышқа, яғни морозильникке салып аласыз. Сол кезде өз формасын жақсы сақтап оңай алынады. Массаңызды морозильникке жібергеннен кейін, 1 сағат өткеннен кейін глазурыңызды дайындай беріңіз. Ол үшін бізге 2 плиточный шоколад қажет болады. Содан кейін 30 мл сұйық май қажет болады. Осылардың барлығын целлофан пакетке орналастырып, микроволновкаға жіберіп, 5 секунд сайын немесе 10 секунд сайын алып отырып, ортасын жақсылап араластырып отырып, сұйылтып аламыз, яғни темперировать етіп аламыз. Достар, міндетті түрде жақсы сапалы шоколадты пайдаланыңыз, себебі глазур кезінде жақсы сұйылтылады және мұздатқышқа салмай-ақ оңай қатып қалады және қолға жабыспайтын болады. Мінекей, Қазақстан шоколадын пайдаланудамын, барлығын осылай ұнтатып алып жатырмын целлофан пакетке. Содан кейін сұйық майды бірден осы целлофан пакетке құйып жіберсеңіз болады, бәрі соның ішінде жақсылап араласатын болады. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей, кем дегенде 10 секундтан 3 рет алып, сонда да орта жағында әлі ермеген шоколадтар бар екен, осылай қолдың көмегімен езгілеп алып жатырмын, және тағы 10 секундқа салып аламын. Ерген шоколадымыздың температурасы сәл ысқылтым, яғни 30 градустай болу керек, себебі қазір мұздатылған творожный массамызды салған кезде бірден қойыланып қалмауы қажет. Сол үшін сәл ысқылтымдау қылып аламыз. Мінекей, басқа ыдысқа шұңғылдау ауыстырып алудамын. Содан кейін мұздатылған творожный массамды алып шығарып, осы шоколадқа аунатып алатын боламын. Мінекей, 1,5 сағат өткен кезде біздің творожный массамыз қатып үлгерді. Силиконды формадан оңай алынады. Видеода көріп отырғаныңыздай біртіндеп осылай алып, ерітілген шоколадыңызға аунатып алып, содан кейін досканың үстіне пергамент қағазын төсеп орналастырсаңыз болады. Сол кезде шоколадыңыз қатқан кезде де пергамент қағазының үстінен оңай алынады. Міндетті түрде шоколадыңызды барлық жеріне жеткілікті етіп, аунатып, жағып шығыңыз, себебі астыңғы жағына да шоколад жеткілікті орналасуы керек. Себебі салқын түрде салынғандықтан бетіндегі шоколады бірден қатып қалады да, бөлме температурасында ортасындағы творожный массасы сондай нәзік, жұмсақ консистенцияға айналады. Таза магазиндегідей сырокқа айналады, өте нәзік болып шығады. Қазір ең соңында көретін боласыздар. Видео барысында көріп отырғандарыңыздай, сәл 5-10 минут өткеннің өзінде творожный массамыз жұмсарып бастауда. Тездетіп, жылдамдатып, шоколадқа аунатып шығыңыз. Тоңазытқышқа салмай-ақ,
шоколадтарымыз қатып үлгеруде, ешқандай қолға жабыспайды. Ендігі сәтте қазір ортасын кезіп көрсететін боламын. Шоколады сондай әдемі болып, біркелкі болып жағылды, ал ортасындағы массасы сондай жұмсақ болып шықты. Сіз де жасап көріңіз.